Бауыр біздің денеміздегі ең үлкен және маңызды орган. Сіз бауырда жүйке ұштары жоқ екендігін білдіңіз бе? Сондықтан оны тіпті үнсіз орган деп атайды. Өйткені ол бізге өз проблемасы туралы мүлдем айта алмайды. Бірақ мұның бәріне қарамастан бауыр өзін-өзі сауықтырудың ерекше қабілетіне ие. Сондықтан бұл органның денсаулығын уақытылы бақылау және салауатты өмір салтын сақтау өте маңызды. Сонымен қатар дұрыс тамақтануға ерекше назар аудару керек. Ал бұл бауырдың жаңа жасушаларының пайда болуына ықпал етеді. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарайтын болсаңыздар, қандай тағамдар, оның ішінде қандай ботқалар біздің бауырымызға өте пайдалы екендігін білетін боласыздар. Бауырдың рөлі қандай? Бауыр бұл шын мәнінде өмірлік маңызды орган. Оның ішінде 20 миллионға жуық химиялық реакциялар минут сайын жүріп жатады. Салыстырмалы түрде бұл нағыз шағын химиялық зауыт секілді. 1 минут ішінде бауыр арқылы шамамен 1,5 литр қан өтеді. Денеге ауа, су арқылы және тамақтану кезінде, соның ішінде дәрі-дәрмектер мен химиялық қоспалар арқылы енетін барлық заттар міндетті түрде осы орган арқылы өтеді. Ал өт шығару арқылы бауыр ас қорытуға көмектеседі. Күніне шамамен 1,5 литр өт шығарады. Сонымен қатар бүкіл денені детоксикациялайды. Токсиндерді, бөгде қосылыстар мен патогендік микробтарды бейтараптандырады және жояды. Дененің минералды және гормоналды тепе-теңдігіне жауап береді. Әртүрлі ақуыздардың, соның ішінде қан ұю факторлары мен иммундық ақуыздардың синтезіне қатысады. Ол организмдегі энергия ресурсын глюкоза және көптеген дәрумендермен қамтамасыз етеді. Холестерин алмасуы мен май қышқылдарының синтезін реттейді. Жалпы бауыр аурулары басқа органдардың жұмысында да тағы басқа бұзылулар тудырады. Бұл жүрек қан тамырлары, ас қорыту, жүйке және репродуктивті жүйесінің жұмысындағы бұзылыстар болып табылады. Бұл қант диабеті, қалқанша безінің дисфункциясы, көру қабілетінің нашарлауы және артық салмақтың пайда болу қаупін арттырады. Негізінен бауыр аурулары алкогольді асыра пайдалану мен ұзақ темекі шегудің салдарынан, физикалық белсенділіктің жеткіліксіздігінен, ұйқының әрдайым жетіспеушілігінен, сондай-ақ дұрыс тамақтанбаудың салдарынан пайда болуы мүмкін. Ал егер адамдар мұның бәрінен құтылса, денсаулығы әлде қайда жақсарады. Бауыр денсаулығына қандай дәнді дақылдар пайдалы? Ботқа бұл көптеген органдардың дұрыс жұмыс жасауына қажетті қоректік заттардан тұратын құнды өнім болып табылады. Бұл бауырға да қатысты. Ал оның жағдайы бүкіл дененің денсаулығына байланысты. Бірінші, сұлы жармасы. Төмен гликемиялық индекске байланысты сұлы тамаша диеталық өнім болып табылады. Бұл метаболизм процестеріне пайдалы әсер етеді және созылмалы аурулардың даму қаупін азайтады. Сұлыны үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының жұмысына көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар гастрит, панкреатит және ойық жара белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Дәнді дақылдар артық майды сіңіруге көмектеседі. Осының арқасында сұлы қандағы жаман холестерин деңгейін төмендете алады. Ал ішекте холестерин массасының қанға түсуіне жол бермейді. Өнім толығымен дерлік талшықтан тұрады. Ішекте өрескел талшықтар сіңірілмейді. Бірақ олар ішек қабырғаларын артық қоқыстан жақсы тазартады. Егер іш қату болса, сұлы тиімді түрде келеңсіздікті шешуге көмектеседі. Сұлыны тұрақты тұтыну бауыр ауруларына, соның ішінде гепатитке, бауырдың циррозына, майлы гепатозға, подаграға, қан тамырларының ауруларына, бүйрек ауруына, гастритке, панкреатитке, ойық жараға және қант диабетіне арналған диета үшін өте қолайлы болып келеді. Сондай-ақ оны ауыр тамақтан уланғаннан кейін қолданған дұрыс. Өйткені ол ағзадан токсиндердің қалдықтарын кетіруге және науқастың күшін қалыпқа кетіруге көмектеседі. Сұлыны тұтыну ұзақ уақыт бойы қанықтыру сезімін қамтамасыз етеді, метаболизмді жақсартады және тәбетті бақылап тез арықтауға мүмкіндік береді. Бірақ есіңізде болсын, бұл қалыпты жағдайда ғана пайдалы. Әйтпесе сұлыны теріс пайдалану денеге үлкен зиян келтіру мүмкін. Құрамындағы фитин қышқылы кальцийді сүйек тінінен жуып тастауы мүмкін. Сонымен қатар оған жеке төзбеушіліктен зардап шегетін адамдарға сұлыны қолдануға болмайды. Екінші, манная ботқасы. Бұл көптеген пікірталастар бар тағам. Сонымен жарманың пайдасы неде екенін нақтылай кетейік. Сұлы жармасы сияқты манная жармасы асқазан мен өңештің сезімтал қабырғаларын жұмсартуға көмектеседі, қышқылдық деңгейін төмендетеді және қыжылдың белгілерін кетіреді. Бұл жағымсыз сезімдерден арылуға ғана емес, сонымен қатар қатерлі ісіктердің дамуына, органдардың қорғаныс функцияларын арттыруға көмектеседі. Жарма құрамында Е дәрумені көп жиналған. Бұл ауыр операциялардан немесе аурулардан кейін дененің күшін қалыпқа келтіруге жақсы көмектеседі.
бүйректің, өңештің, асқазанның және қуықтың созылмалы патологиясы бар адамдар үшін бұл ботқаны тұрақты мәзіріне қосу пайдалы болып келеді. Ал бұл жағдайда ботқа тек суда ғана пісірілуі керек. Сондай-ақ 1 жасқа дейінгі балалар, туа біткен ас қорытуы әлсіз балалар мұндай ботқаны пайдалана алмайтынын ұмытпаңыз. Көмірсулардың жоғарғы деңгейі жетілмеген, немесе ауру балалар ағзасындағы метаболикалық процестердің бұзылуына келуі мүмкін, және семіздіктің, немесе ұйқы безі мен асқазанның созылмалы ауруларының дамуына әкелуі мүмкін. Глютенге төзбеушіліктен зардап шегетін адамдар да ботқаның бұл түрін тұтынбау керек. Гепатит немесе цирроз кезінде диетаға бұл жарманы қосу алдында дәрігермен келісіліп алу керек. 3. Қарақұмық. Қарақұмықты үнемі және жүйелі қолдану асқазан ішек жолдарына оң әсер етеді. Өйткені бұл ішектің, бауырдың жұмысын жақсартуға, сондай-ақ ағзадан барлық токсиндер мен қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Жарма құрамында Б тобындағы дәрумендер мен П дәрумені, микроэлементтер мен амин қышқылдары, талшықтар және фолий қышқылы кіреді. Қант диабетімен ауыратындарға арналған көптеген диеталардың мәзірлеріне қарақұмық ботқасын қосуды талап етеді. Бұл ботқа асқазан ішек жолдары мен ұйқы безінің созылмалы ауруларынан зардап шегетіндерге де пайдалы болады. Айранға қарақұмық қосылған бауырды тазартуға арналған рецепт әсіресе танымал. Ал рецепт келесідей жасалады. Бұл тағамды дайындау үшін майсыз айран мен жоғары сортты қарақұмық алыңыз. Жарманы терең ыдысқа салып, үстінен шамалы қайнаған су құйыңыз. Бұқтырып алыңыз да қосымша айран құйыңыз. Ал дайын болған қоспаны тоңазытқышта түні бойы қалдырады және оны таңертең бөлме температурасына дейін жылытып алып жеуге болады. Артынша 1 стакан жылы су ішу керек. Ал келесі тағам 1 сағаттан кейін ғана болу керек. Бауырды тазарту курсы 10 күн. 4. Тары жармасы. Тары жармасында біздің ағзамыздың денсаулығы үшін өте маңызды көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Тарыны үнемі тұтыну ағзадан токсиндер мен қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Осылайша бауырға жүктемені азайтады. Бұл колитке, ішек пен бауырдың және метаболикалық процестердің бұзылуына көмектеседі. Өйткені ол ауыр металл иондарымен, антибиотиктермен, токсиндермен және улармен күреседі. Бұл жағдайда тары ботқасын асқабақпен біріктірген жөн. Ал максималды пайда алу үшін сүтті тарыны қолдануға болады. Рецепт. 1 стакан жарманы ағынды сумен шайыңыз, кастрюльге салыңыз және үстіне 2 стакан тазартылған су құйыңыз. Қайнағанша орта отта пісіріңіз. Көбік пайда болғаннан кейін оны баяу отқа қойыңыз. Құйылған су дәндерге толығымен сіңгенше пісіруді жалғастырыңыз. Сонымен бірге бөлек отта 2 кесе сүтті қайнатыңыз. Қайнатылған сүтті жарма суды толығымен сіңіргеннен кейін бірден кастрюльге құйыңыз. Баяу отта қоспаны үнемі араластырып отырып пісіруді жалғастырыңыз. Өнім сүтті сіңіргеннен кейін дәміне қарай тұз бен қант қосып ботқаны қолдануға болады. Осылайша ботқалар біздің ағзамыз үшін ең пайдалы тағамдардың бірі деп айтуға болады. Олар адамдарды қанықтырып қана қоймай, сонымен қатар асқазан ішек жолдарының, бауырдың, бүйректің және басқа да органдардың әртүрлі ауруларын жеңуге, ауыр хирургиялық араласулардан, сондай-ақ ұзаққа созылған аурулардан тезірек қалпына келтіру үшін көмектеседі. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.